Осы мелек қақпасын неме. Мен күнде 30 күн қатарынан таңғы 5-те оянамын. Фрилансер ретінде жұмыс істеп бастағанда мен түнгі жұмысшы едім. Басқада мен шатастырмаңыз, яғни мен айтқым келгені мен жұмысымды ең соңғы кезге дейін қалдыратын және саяхаттарда мен түнде жұмыс істейтінмін. Осылай жалғаса беретін еді, бірақ мен серіктесім Наталиямен бірге өмір сүре бастағанда мен күн тәртібімді оны негізіне құруды шештім. Сол кезде мен таңертең ерте тұруға ғашық болдым. Күннің шығысын бір шыны кофемен бірге көрудің өзі ерекше сезім береді. Лос-Анджелес сияқты үлкен қаланың өзінде таңертең тыныш болады. Енді әрқашан емес. Мен әдетте таңғы 6 мен 7 арасында оянамын. Содан мен күн тәртібім өзгеріп тұрады. Бұдан мен таңғы 6 қаншалықты өнімді бола алатыным. Егер де мен күн сайын таңғы 5-те тұратын болсам, 30 күн қатарынан, мен тағы қанша нәрсе істей аламын, бұл мен өмірімді қалай өзгертеді. Бірақ барлығы жоспарлағандай болмады. Мен оятқышымды таңғы 5-ке ояйын деп жатырмын. Алдағы 30 күн ояну мақсатымен. Сізге әр түн сайын қанша сағат өзі ұйықтау керек? Біз 8 сағат ұйықтауды таңдайық. Содан мен жоспарым бойынша мен күнде кешкі 9-да ұйықтауым керек. Ешқалай кеш емес. Бұның бәрі қалай болатынын көрейік. Содан мен бұл нәрседен ешқандай қиындық көріп тұрған жоқпын. Барлығымыз бәрібір қартаямыз және соның ішінде мен де бармын. Содан қалай болғанда да осыншалықты ерте жату керек болады. Қазір неге олай екенін түсіндіремін. Егер сіз таңертең ерте тұрсаңыз, бұл аз ұйықтағаныңызды ақтамайды. Осы саладағы зерттеулерге сенсек, онда түнде 7 сағаттан аз ұйықтаудың денсаулыққа ауыр салдары бар екенін дәлелдейді. Мэтью Уолкердің ең көп сатылатын кітабына сәйкес, біз неге ұйықтаймыз? Сіз неғұрлым қысқа ұйықтайсыз, соғұрлым өміріңіз қысқарады. О дүниеде ұйықтап алам деген ескі афоризм сөз бұл жерде қолданған қолайлы емес. Және бұндай ойды қабылдау сіздің дүниеден озуыңызға ертерек апарады және өмір сүру сапасын нашарлайды. Мұндағы басты қиындық таңғы 5-те ояну емес, ол 8 сағат бойы ұйықтау. Челлендждің бірінші аптасында бейімделу кезеңі болды. Бұл джетлаг сияқты нәрсеге байланысты болды. Және мен ұйқым сапасы алғашқы түндер жақсы болмады. Маған басқа уақытта ұйықтауға дағдылануым керек болды. Және бірінші күннен кейін мен бұл режимге ыңғайлап алғанымды сезіндім. Мен таным сол кезде әлдеқайда өнімдірек басталатын болды. Алда мені кәдімгідей джетлаг күтіп тұрды. Мен Нью-Джерсиге үйге бара жатырмын. Бұл дегенім сағаттық белдеудің 3 сағатқа айырмашылығы бар. Мен енді ғана ерте таңертең тұруға бейімделіп жатқан, енді маған қайтадан толығымен осыған үйренуге тура келеді. Бәлкім бұл мен үшін ең қиын сынақтардың бірі. Бұл не? Бұл LA Аляска. Дұрыс. Мен әдетте пәтерден бананмен шықпаймын. Неге? Бұл мен ережем, ешқашан пәтерден бананмен шықпау. Оны жегеннен кейін сырты қалады және одан құтылу керек. Ал қоқыс жәшігі қол астында жоқ. Сосын сен оны 45 минут ұстайсың. Жоқ, мен оны аэропортқа қоқысқа лақтырамын. Мен не айтып жатырмын? Сол аэропортқа 45 минут жүреміз. Сен бұны түсіріп тұрсың ба? Иә. Сәлем анашым, сен құшақтап алайыншы. Қалайсың, әке? Жағдай қалай? Менде дилемма болып тұр. Ұйықтайтын жер жоқ. Мен осы жердегі диванда ұйықтауым керек болып тұр. О, керемет. Рахмет анашым. Үлкен рахмет. Көрдім. Қазір 11-ден кетті. Мен енді ғана төсекке жатамын. Бәлкім мен бүгін түнде ұйықтамай шығармын. Егер мен әдетті өзгерту туралы бір нәрсе білген болсам, онда бұл өмір сіз күтпеген жерде кедергі болып қалады. Бұл өмір. Өмір сізге мүлдем күтпеген жерде жұдырықпен бетіңізге соққы береді. Және мен солай болды. Өз үйіме барған кезде мен отбасыммен бірге ұйқысыз түндер, қызықты күндерді өткіздім. Және соның ішінде мен сапалы ұйықтауға тырыстым. Қазір сағат 9-дан кетті және далада әлі жарық болып тұр. Менде көптен бері ұйқының жетіспеушілігі болмаған. Бұл түн әсіресе қатты соққы берді. Нью-Джерсидегі алғашқы 2 күніме қарағанда. Жалпы алғанда мен 9 сағат ұйықтадым және бұл мені тұлға ретінде кәдімгідей өзгертті. Сенде де солай болды ма? Сондай жаман болған жоқ, бірақ бұл сәтте сен өзіңді әлсіз емес, кәдімгідей сынған болып сезінесің. Мен сені аяймын. Ұйқымды қалыпқа келтіру үшін мен сапар кезінде таңғы 5-тен кейін 2 рет ұйықтауды шештім.
міне осылай болады. Егер мен таңертең ерте тұруға тырысқанда немесе әдетті қалыптастыра бастағанда бірден кедергілер пайда болады. Мысалға, ауырып қалу, саяхатқа бару, демалысқа бару немесе джетлаг сияқты нәрселер. Яғни сіз өзіңіздің қалағаныңызды өміріңізге қарай өзгерту, және кейде бұл мүмкін емес болады. Содан бұл жай ғана денсаулығыңызды қысқаша ғана денеңізге қиындық түсіруден гөрі жоғарырақ қоюды еске салу болып табылмайды. Лос-Анджелеске қайта оралғаннан кейін өзімнің бұрынғы режиміме оралуға 1 апта қажет болды. Барлық кінәні саяхатқа ғана таға алмаймын. Сонымен, ақырында шамамен 20 күн бойы сағат 5-те оянғаннан кейін және өмірімде ең үнемсіз болған 1 аптадан кейін, ең үнемсіз болды. Мен өзім байқамай бірнеше таңғы әдеттерді құра бастадым. Бірден ұйқыдан тұрғаннан кейін олар маған айтарлықтай көмек көрсетеді. Және солардың бірі 5:30-да жаттығу залына бару. Менің байқағаным бойынша, дәл қазір таңғы 7-ге дейін күн шықпай тұрып, маған өзімді шабыттанған және шығармашылық жұмыс істеуге күш-қуатымның барын сезіну қиын. Сондықтан таңертең жаттығу залына барудың артықшылықтарының бірі, мен көп күш-қуат аламын және күннің басында өзім үшін бірдеңе жасағаннан рахат аламын. Содан кейін мен үйге барып суға түскеннен кейін күн шыға бастайды. Енді мен бір шыны кофе дайындай алам және мен жұмысқа кірісуге дайын болам. Содан қалай күн сайын таңғы 5-те ояну мен өмірімді өзгертті. Бұның теріс әсері де болды. Күн сайын төсекте шамамен 7 сағат 53 минут боламын. Сондықтан да мен толықтай 8 сағат ұйықтай алмаймын. Өйткені маған әдетте ұйықтау үшін шамамен 30 минуттай кетеді. Осыдан мен қажет болғаннан әлде қайда аз күш-қуат алатын шығармын. Мен жаңа әдеттерді енгізіп және жаттығу залына таңертең барғаннан кейін сағат 7-те жұмысқа кіріскенімнен мен өзімнің әдеттегімнен өнімдірек болғанын сезбедім және көп нәрсені құрбандыққа жібердім. Сіз Наталиден сұрай аласыз. Оған да шыны керек оңай болған жоқ. Мен ойладым, боқтық нәрсемен айналысып жатырмын деп. Мен шаршадым. Неге шаршадым? Өйткені таңертең ерте тұрғаннан, яғни мен мәжбүрлегеннен, мен бұндай челленджге келіспеген, медитациямен басқаша болды. Өйткені ол маған қызық болды және мен оған келістім. Ал осы кезде мен жүйкем тоздырдым. Өз бизнесін жүргізудегі ең жақсы көретін нәрселердің бірі икемдік есте. Мен осы 30 күн қатарынан болған жын сынақтан өткеніме қуаныштымын және мен уақыттың қатарын жақсырақ түсінгеніме және басқа нәрсені жіберіп алмайтыныма сенімдімін. Мен әдеттегі үйренген күніме қайта оралуға қуаныштымын. Таңғы сағат 6 мен 7 арасында оянуға. Өздеріңіз білесіздер, егер өмірді алдау туралы ойласаңыз. Көргеніңіз үшін рахмет. Болашақ 30 күндік сынақтарды ары қарай көргіңіз келе ме? Егер солай болса, онда осы арнаға тіркеліңіз және осы бейнеге лайк басып аласыз ба? Өзіңіз өткен челлендж туралы, сол туралы пікірлерге жаза аласыз. Ал егер де сіз Мэттті қолдағыңыз келсе, Мэттің арнасына өтуіңізге болады және оның Patreon аккаунтына тіркеле аласыз. On Patreon at patreon.com/MattDiavella. Кездескенше.